Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін MetaTrader 5 және оның мүмкіндіктері туралы айтып береміз. Бұл біздің 2 бөліктен тұратын сабағымыздың бірінші бөлігі. MetaTrader 5 бұл трейдерлерге рынокта жұмыс істеуге мүмкіндік беретін платформа. Соның көмегімен сіз валюта параларын, индекстерді немесе құнды металдарды торговля жүргізе аласыз. Ең басында, бірден рынокты талдау мен торговляны бастамас бұрын, MetaTrader 5-ті өзіңізге ыңғайлы етіп алу үшін графиктер мен валюта параларының настройкасын жасайық. Басында торговля жасайтын активтерді таңдаудан бастайық. Жоғарғы сол жақта әртүрлі активтер панелі орналасқан. Торговля жасайтын валюта параларын таңдау үшін панельде мышканың оң жақ кнопкасын басып, символы тармағын таңдаңыз. Осыдан кейін модельді окно пайда болады. Терезеде сіз активтердің 4 түрін көресіз. Біздің жағдайда Forex-ті таңдаймыз. Содан кейін қосқымыз келетін немесе алып тастағымыз келетін активті таңдаймыз. Активті басу арқылы төменгі жағында показать символ, скрыть символ батырмалары пайда болады. Олардың көмегімен сіз экранға қажетті валюта жұптарын қоса аласыз. Енді графиктерді жөндейік. MetaTrader 5-ті бірінші рет ашқаннан кейін сізде бірден 4 график болады. Ең бірінші, барлық графиктерді жабыңыз. Панельден қажетті валюта жұбын таңдап, соған мышканың оң жақ кнопкасын басып, содан кейін окно графиканы таңдаңыз. Пайда болған графикті бүкіл экранға қойыңыз. Енді түс гаммасын реттейік. Графикті мышканың оң жақ кнопкасын басып, свойства тармағын таңдаңыз. Графиктің түс гаммасын реттеу үшін модельді терезе ашылады. Ашылған терезеде жоғарғы жағында 3 вкладкаға назар аударыңыз. Олар общее, показывать және цвета деп бөлінеді. Общеден бастайық. Общее вкладкасында назар аударатын 2 жер бар. Біріншісінде графиктің түрін таңдау керек. Ол бары, японский свечи немесе линия. Бірақ мен японский свечи қалдыруға кеңес беремін. Екіншісінде біз опции смещения графика и автопрокрутка графиканы таңдаймыз. Смещение графика ол графикті сол жаққа сәл жылжытуға көмектеседі. Автопрокрутка графика свеча пайда болғаннан кейін автоматты түрде графикті солға жылжытады. Әрі қарай показывать вкладкасын қараңыз. Показывать вкладкасында мен осындай параметрлерді қоюға кеңес беремін. Тикерді көрсету, міндетті түрде бит аск сызығын көрсету, сауда тарихын көрсету, сауда деңгейлерін көрсету. Енді цвета вкладкасын басайық. Бұл жерде назар аударатын кейбір параметрлер бар. Фон. Артқы фонның түсін өзгертеді. Менің жағдайымда ақ. Текст түсін өзгертеді. Бара вверх и бара вниз. Бычья мен медвежья свечаның шекарасының түсін көрсетеді. Бычья свеча сатып алу свечасының түсі. Медвежья свеча сату свечасының түсін көрсетеді. Линия сызықтардың түсін көрсетеді. Бит аск линиялары бит және аск линияларының түсін көрсетеді. Стоп уровень түсін көрсетеді. Енді бәрін өзгертіп болғаннан кейін ОК кнопкасын басыңыз. Сіздің графигіңіз анализға дайын. Келесі видеода біз демошот құру, сделка ашу және ордерлардың түрлері туралы айтып береміз. Көбірек білу үшін бізге қосылыңыз. UB Hunters командасы.